Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Назаршева Майра Шыманқызы, 7-ші сынып қазақ тілі пәні. Дұрыс тамақтану гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар бөлімі бойынша бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы дастархан тәрбиесі, дәм-тұз киесі. Бүгінгі сабақта өтетіндеріңіз дастархан тәрбиесі туралы мәліметпен танысасыздар, коммуникативтік жағдайға сай диалог құрайсыздар, шылау түрлерін ажыратып орынды қолданасыздар. Сабағымызды бастамас бұрын балалар мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Дастархан тәрбиесі дегенді қалай түсінесің? Дәм-тұз киесі дегеніміз не? Балалар, бұлай болса, мәтінді мұқият тыңдайық. Дастархан тәрбиесі, дәм-тұз киесі. Қазақ халқы дастархан тәрбиесіне ерекше мән берген. Әдетте әрбір отбасы асқа отырар алдында қол жуады. Онан соң дастархан жайып, отбасы мүшелері түгел жиналып, жас мөлшеріне қарай төрден бастап дастарханды айнала отырып тамақтанады. Күнделікті отбасының жайылған дастархан басындағы асты алдымен ата-анаға, үлкенге ұсынады. Асқа отырғанда басқалардың алдында тағамға озбырланып қол созбау, тамақты олай-бұлай араластырмау, тамақты ағызып-тамызып, төгіп шашпау қажет. Ас үстіне келген адамдарға дәм татқызып, үлкен кісілер келсе, тұрып орын беру, басқалар тамақ ішіп жатқанда болдым деп орнынан жүріп кетпеу, теріс қарап отырмау, дастарханға бата жасалған соң тұру сияқты жөн жоралғылар үйретіледі. Қазақ халқы тазалығың жақсы болса, денің сау болады. Ауру мен дерттің анасы ластық, қолмен ауызды жумай ас ішкенің тас ішкенің деп. Сусын мен азық-түлік тазалығына мұқият қараған. Тіпті тазалығы жоқтан ар-ұят сұрама деп тазалықты ар-ұятпен сабақтастырған. Ас тағамдарды таза қолдану, ет-сүтті әбден пісіріп барып пайдалану, тамақтың алдында, соңынан қол жуып, ауыз шайқау, азық-түліктердің бетін ашық-шашық тастамай жауып жүру, тісті аршадан басқа нәрсемен шұқымау сияқты толып жатқан ғылыми қағидаларды түсіндіріп, ұрпақтарының таза, ретті азамат болып жетілуіне күш салады. Дастархан дәмі киелі. Оны татып, келісімін бұзса, астың киесі ұрады дейді. Балалар, сіздерге тапсырма. Мәтінде көтерілген мәселе бойынша эмоционалды экспрессивті сөздерді қолданып, мақал-мәтелдерді, тұрақты тіркестерді қолданып, диалог құраңыз. Дескриптор бойынша мәтінде көтерілген мәселені анықтайды, диалог құрайды, мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді қолданамыз. Тапсырманы орындап болсақ, балалар жауап үлгісін көрейік. Болат, дәм-тұз киесі деген ұғымды сен қалай түсінесің? Тәрбие тал бесіктен дегендей, қазақ халқы ұрпақтарына дастарханды құт-береке, ырыс-ынтымақтың ұйытқысы деп ұғындырған. Қандай жерде азықтанса да, ең алдымен бісміллә деп дастархан жайып барып азықтануды үйреткен. Нанды және тұзды киесі атады деп баспаған. Яғни, кие деген ұғымды қасиет ұғымымен де байланыстырған деп ойлаймын. Өзіңе де сұрағым бар, Дәурен. Халқымыз асқа отыруды қандай ұлттық жоралғыларға мән берген? Қазақ халқы ұрпақтарына үлкенге құрмет, кішіге ізет жасауды үйреткен. Дастархан басындағы асты алдымен ата-анаға, үлкенге ұсыну, дастарханға жасына қарай отыру және бата жасалған соң тұру сияқты халқымызға тән жоралғыларға мән берген. Дәурен, достарыңа қандай әдеттерден арылуға кеңес берер едің? Ас атасы нан деп халқымыз бекер айтпаған ғой. Кейде жолда келе жатып жерде жатқан нан қиқымын көргенде жүрегім ауырады. Дұрыс айтасың, Дәурен.
дастархан дәмі киелі деген сөз осыдан шықса керек. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Сыныпта тазалық жоқтан ар-ұят сұрама тақырыбында пікірталас ұйымдастырылды делік. Пікірталасты сіз тақырыпқа қатысты қандай дұрыс шешім қабылдай аласыз? Пікіріңізді 4 сөйлем әдісімен дәлелдеңіз. Сөйлеу барысында мақал-мәтелді қолданыңыз. Бірінші пікір. Тақырып бойынша пікіріңізді бір сөйлеммен жазасыз. Дәлел. Пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. Мысал, пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз. Қорытынды, тақырып бойынша қорытынды жазасыз. Жауап үлгісіне назар аударайық. Менің ойымша, қазақ халқы дастархан тәрбиесінде тазалыққа мән бермеген адамдарды ар-ұяты жоқ деп бағалаған. Тамақтың алдында, соңынан қол жуу, ауыз шайқау, жеміс-жидектерді жуып, ас-тағамдарды таза қолдану, ет-сүтті әбден пісіріп барып пайдалану сияқты әдеттерге дағдыланбаған адамды мәдениетті адам қатарына жатқызуға болмайды. Қазіргі кездегі ауру мен дерттің көбейіп кету себептерінің бірі адамдардың осындай қарапайым қағидаларды ескермеуі, тазалықты сақтамауы. Ендеше, ар-ұятты адам болам десек, тазалық денсаулық кепілі екенін ұмытпайық. Келесі тапсырмаға балалар назар аударайық. Берілген сөйлемдерде шылаудың қай түрі кездеседі? Кестеге орналастырыңыз. Яғни біз алдыңғы сабақта шылау және оның түрлері туралы өтіп кеткен болатынбыз. Олай болса, тапсырмаға назар аударайық. Тамақты жеп болған соң майлық пен ерінді және саусақтарды сүртуге болады. Табақ қонақтарға сол жағынан беріледі де, босаған ыдыс оң жағынан жинап алынады. Қоғамдық орындарға барғаннан кейін міндетті түрде қолыңызды сабынмен жуыңыз. Тамақтанар немесе тағам дайындар алдында қолыңызды сабынмен жуыңыз. Тамақты күн сайын белгілі бір мезгілде қабылдаған жөн. Тамақты аз ішіп, үнемі аш жүруге де болмайды. Ас атасынан деп халқымыз бекер айтпаған. Енді балалар, осы мәтіннің ішінен жалғаулық шылауды, септеулік шылауды және демеулік шылауды айырып жазамыз. Тапсырманы орындап болсақ, жауабымызды тексеріп көрейік. Жалғаулық шылаулар. Майлық пен ерінді және саусақтарды сүртуге болады. Тамақтанар немесе тағам дайындар алдында қолыңызды сабынмен жуыңыз. Табақ қонақтарға сол жағынан беріледі де, босаған ыдыс оң жағынан жинап алынады. Септеулік шылау. Тамақты жеп болған соң сүртуге болады. Қоғамдық орындарға барғаннан кейін міндетті түрде қолыңызды сабынмен жуыңыз. Тамақты күн сайын белгілі бір мезгілде қабылдаған жөн. Демеулік шылау. Тамақты аз ішіп, үнемі аш жүруге де болмайды. Ас атасы нан деп халқымыз бекер айтпаған ғой. Олай болса, балалар, оқу тапсырмасына назар аударайық. Төмендегі тыйым сөздерді қатыстырып мәтін құраңыз. Мәтінде шылау түрлерін қолданыңыз. Жасы үлкен адамнан бұрын тамаққа қол салма. Дастархан үстінде әдепсіз сөз сөйлеме. Жаман сөз айтпа. Нанды бір қолыңмен үзбе. Асты үрлеме, асты жамандама. Тамақты сораптап ішпе. Дастархан тәрбиесіне ерекше құрметпен қараған ата-баба дәстүріне адал болайық. Дастархан дәмі киелі екенін балалар ұмытпайық. Бүгінгі сабақты қорытындылай келесіздер. Дастархан тәрбиесі туралы мәліметпен таныстыңыздар. Коммуникативтік жағдаятқа сай диалог құрдыңыздар. Шылау түрлерін ажыратып, орынды қолдандыңыздар.